Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге пайдаларына каналы, менімен бірге болғандарыңызға алғыс айтамын. Бүгін сіздерге телефонда ETSP-ның көмегінсіз Индигодағы балабақшаның табеліне қалай қол қоямыз, соны көрсетемін. Ең алдымен өзіміздің поисковиктен Индиго деп теріп аламыз. Ашылған парақшадан Индиго сайтына кіреміз. Ең бірінші өзіміздің жеке ИИН номерімізді енгіземіз. Және де екі жерге галочка қойып жалғастыру деген кнопканы басамыз. Үстіде бізге Индиго 24.kz деген жерден код келеді. Сол кодты енгіземіз және де үстіге өзіміздің құпия сөзімізді енгіземіз. Көп жағдайларда құпия сөзді ай сайын ұмыт қалатын жағдай болса, онда оны бір жерге түртіп жазып қойыңыз. Немесе егер ұмытып қалсаңыз, сол жерде құпия сөзді ұмытып қалдыңыз ба деген сұрақ тұрады, соны басып қайтадан жаңартуға болады. Тағы да бізге EDU24-тен код келеді, соны енгіземіз бірінші және де екі жерде жаңадан құрастырылған құпия сөзімізді енгіземіз. Барлығын жазып болғаннан кейін астыда тұрған жаңарту деген кнопканы басамыз. Құпия сөзді қалай жаңарту керектігі туралы, қандай әріптер, символдар болу керектігі туралы осы жерде ереже берілген. Соны бұлжытпай орындап кодыңызды, пароліңізді ауыстырасыз. Енді қайтадан бірінші қадамға алып келеді. Жаңағыдай ИИН номерімізді енгізіп, EDU24-тен келген кодты енгіземіз және де жаңадан құрастырған жаңа паролімізді, құпия сөзімізді осы жерге жазып, кіру деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін сол жақ қапталды ашып, осы жерден сабаққа қатысу табелдері деген жерді ашамыз және де өзіңіз қай айға табелді келісу керексіз, соны ашасыз. Мысалға табелді наурыз айына бекіту керек болса, астыға қарай түсесіз және де бекіту қажет деген кнопканы басасыз. Ішіне кіргеннен кейін табелді тексеріп, осы жерде бекітуден бас тарту және де табелді бекіту деген жерден егер де келісетін болсаңыз, табелді бекіту деген кнопканы басасыз және сізге тағы да EDU24-тен код келеді, соны енгізіп жіберу деген кнопканы басасыз. Осылайша біздің табеліміз бекітіледі. Осылай бекітілген деген галочка шығады. Видеомен жақындарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.